Қайырлы күн достар, бүгін біз 7 шелпек нанын пісіретін боламыз. Жеті шелпекті пісіру үшін бірінші ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне ыстықтау суымызды құямыз. Бұл жерде сүт пен су екеуі бірдей көлемде болуы қажет. Үстіне 2 ас қасық қантымызды және 1 ас қасық дрожжымызды қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Біздің мінекей опарамыз дайын болды. Енді үстіне тұзымызды және 2 ас қасық майонезімізді қосамыз. Майонез ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Және електен ұнымызды өткізіп қосамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Сіздерді алда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей ұнымызды осылай електен өткізіп қосамыз. Және араластырып, қасықпен араластырып аламыз. Бізде арасы түйір болып қалмауы қажет. Мінекей осылай менде 1 сағаттың көлемінде наным жақсылы болып көтерілді. Қолымызға 2 ас қасық шемішкі май жағып, жан-жағын осылай тазалап қоямыз. Мінекей біздің ашыған нанымызды кішкене көлемдерге бөліп аламыз. Яғни біздің 7 шелпегіміз осындай кішкене көлемдерде дайын болады. Дәл бірдей қылып жетеуін дайындап аламыз. Дайындап болғаннан кейін шетінен алып қамырымызды жая береміз. Мен бетін осылай көлеңкемен жауып қойдым, яғни қамырымыз біздің кеуіп кетпеуі қажет. Жұқа көлемде етіп жетін нарымызды жайып аламыз. Қызып тұрған майда 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Мен жартысы шемішкі май, жартысына тоң май қостым. Бауырсақтың дәмі өте дәмді болды. Сіздерге де үйде тоң май болса, соны қосуға кеңес беремін. Бауырсағымыз ондай қатты майлы болмайды. Өте дәмді болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Баян. Ас болсын.